Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Азиза. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын шоколадты печеньелер жасайтын боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де қазақша контентті каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, каналыма жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Оның үстіне сұйық май мен қантымызды салып, тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң алдын ала електен өткізілген ұнымызды және де какао қопсытқышымызды електен өткізіп араластырып аламыз да, осылай біртіндеп салып, венчигімізбен араластырып алатын боламыз. Содан соң қолымызбен илеп қамыр жасаймыз. Мен осылай әсемдік ретінде посыпка қостым. Ол қоспалық қойсаңыздар да болады. Содан соң осылай дөңгелектеп алып қоя берсеңіздер де болады, өздеріңіздің қалауыңызша. Әрине, мен осындай формочкалармен жасадым. Егер сіздерде форма болмаса, қолыңызбен жай ғана дөңгелектеп, үстіне шанышқымен бассаңыздар да, ол әдемі қалыпқа енетін болады. Барлығын осылай жасап шығатын боламын. Қолыммен дөңгелектеп, содан соң оны формамен басқанда, ол өзінің формасын шығаратын болады. Енді оны қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минуттай пісіріп алатын боламыз. Өте тез піседі, сондықтан да қарап қойыңыздар, ол сіздердің пештеріңізге байланысты әрине. Сонымен біздің печеньеміз дайын болды. Дәмі өте керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.